мен қазір шынайы оқиғаны айтар алдында сіздердің бір ойларыңызды білгім келіп тұр. Қыздар қауым болғаннан кейін неге біздің қоғамда жалпы осындай үйдегі зорлық-зомбылық деген қыздарды кемсіту деген неге осындай оқиғалар біздің қоғамда жиі болып тұрады? Неге екен? Сіздер қалай ойлайсыздар? Дәстүр. Біздің негізі қазақ халқында қызды 40 үйден тыю деп айтады ғой. Бәлкім сол себепті шығар. Егер де қыз бір қателік жіберсе, қалайша ол қателік жібермеу керек. Бір ер мен қызды салыстырған кезде қызда қателік жіберген ауырлау болады ер азаматқа қарағанда. Мүмкін сол үшін де шығар. Және де қыз елдің ары, сол үшін көп жауапкершілік қыздың мойнында. Ер азаматтарға ондай жауапкершілікті мойындарына ілмеген. Неге екен енді бұл да бір көне уақыттан келе жатқан бір қасіреттің бірі шығар. Керісінше негізі қызды аялаймыз, қызды сақтаймыз деген ниетпен басталған дүние, бірақ сол бір жауапкершілікті мойнына асып тастағанға өтіп кеткен сияқты. Сол себепті. Сіз ше мәден қалай білесіз? Менің ойымша бұл жерде енді бүйтіп бөліп сөкпей қояйын, ол ер азаматтың қателігі немесе қыздардың қателігі деп. Бұл жерде тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. Мысалы, ұлдарды, енді мен білмеймін, енді өзім ойымды айтып жатырмын. Ұлдарды анандай кемсітіп, үйде қатал ұстаған кезде, ешқайда шығармай, ештеңкені көрсетпей, анан болмайды, мынаны істеуге болмайды, бұл ерге жатпаған деп, қазір шынайы ғой, бізде қазақи сөйтіп үйретеді ғой. Кішкентайынан біз қатал ұстаймыз ғой балаларды, нәзіктік көрсетпейді. Қазір ол енді психология тұрғыда, қазір зерттеліп жатыр, балаларды ұрсуға болмайды, балаларды сүю керек деп. Ал бұрында, білмеймін, даже біздің кезімізде де ата-анамыз бізді қатал ұстайтын. Ерлерді одан бетер қатал ұстағанда, олар уже подростковый возраст болады, сосын есейеді кішкене, уже ненің қалай екенін біле бастайды, қоздыру болады. Сол кезде кішкентай кезінен бастап бітіп басынып келе жатқан бала бір сәтте бітіп жарылатын сияқты. Еркіндікке шығып кетеді. Еркіндікке шыққан кезде, мен уже үлкен, мен ер азамат болдым, маған бәрі болады, неге істемеске деген сияқты. Кішкентай кезінде психологиялық травма алған балалар сондай, көбінесе сондайға барады. Немесе анандай ата-ананың қолдауын көрмеген, сүйген, махаббатты көрмеген балалар көбінесе соған барады деп ойлаймын. Сосын сондай жаман істерге барады. Көбінесе осындай оқиғалар демек балалық шақта болған проблемалардың басталады деп ойлайсыз, деп ойлаймын. Сабер, сіздің жаңа айтып отқан енді қыздың ары ол елдің ары деп. Негізі ол кішкене сонда қазақтың салт дәстүріне қарасаң кішкене феминизм несі бар екен. Опять же, жауапкершілікті қыздың мойнына қатты артып тастаған. Қыз зорланса, қыз кінәлі. Значит, сен сөйтіп айтады. Менің сөзім емес, жалпы біздің қоғамда болып жатқан көпшіліктің ойы. Солай киінді. Солай киінді, значит, өзі солай көз тіккен. Ер адам, егерде қыз өзі қаламаса, бармайды деген сияқты. Ерлердің де айтатын несі сол ғой. Она сама вот так была одета, да. Сондай дүниелер бар. Почему я чувствую себя виноватым сейчас? Еркек. Түсінікті. Біздің осы «Дәстүр» деген фильмде қозғалатын тақырыптардың бірі сол, неге қыз баланы сөйтіп кемсітіп тастауда, және де тағы да бір тақырып, ол жақта бізде «Похороните меня за плинтусом» деген бір фильм бар, сосын «Я плюю на ваши могилы» деген. Осы фильмдерге қарап біз кішкене референс алғанбыз. Өйткені біз де ойландық, қалай қазақтың қызы сөйтіп өзін кемсіткен отбасыға қалай зиян келтіре алады. Зиян емес енді, бұл уже месть қой, по сути, былай айтып отқан кезде. Сіздердің ойларыңызша, мысалы, қыз егер солай осындай отбасыда өмір сүрсе, қандай әрекет жасау керек жалпы
төзімді болу керек па, онда сабырлық таныту керек па, әлде қалай? Сіздер мысалы өзіңдеріңіз, енді Сабира, Мадина, сіздердің отбасыларыңызды көрген кезде мен бақытты отбасы екенін көріп тұрмын. Бұл енді опять же келіп қыздың тәрбиесіне байланысты. Как ее любили. Ценностін үйреткен ба қыздың, өз-өзін бағалауын үйреткен ба кішкентай кезінен. Мысалға өзін жақсы көріп, отбасы жақсы көріп, сен бағалысың, сен бізге қымбатсың, сен біз даладан жерден тауып алған жоқпыз, біз сені аялап өсірдік деген өз-өзіне сенімді қыз өзін қорлатып қоймайды ешқашан. Сол себепті сол үшін кейбір келіндер ондай дүниеге көнбей кетіп қалады. Көнетін келіндер көбінесе отбасынан қысым көретін келіндер деп ойлаймын мен. Иә, үй қайтқан келін болды, қайтқан қызда береке жоқ, сен неге келдің, болды, сен сол жаққа кеттің, өлігің шықсын деген әңгіме. Баратын жер жоқ, амал жоқ, выбора нету. И приходится, то есть у них вот просто вот надо терпеть и все. Толықтай қосыламын. Қайтып келген қыз жаман деген тұжырымға жалпы келісесіз бе? Жоқ, мүлдем келіспеймін. Мен енді бұл сөзіммен бір пропагандировать етпей-ақ қойын, ажырасу дұрыс дегенде. Мен өзім өте қарсымын. Кез келген отбасыны құтқарып қалуға тырысу керек деп ойлаймын. Бірақ сондай дүниеге жетпес үшін мен қыз балаларға айтқым келетіні, тұрмысқа шығарда бәрін сараптап, ойланып, кімге шығып жатырмын, қайда бара жатырмын, бәрін таразға салу керек. Потому что это же ваше решение. Ертең өзіңіздің таңдауыңыздың кесірінен сіз өзіңіз опық жеуіңіз мүмкін. Көп қыздардың қателесетін жері сол. Негіз махаббатпен бастары деп кетеді да, кейінгі қиындықтарды көрмейді. Негізі нағыз өмір тұрмыс құрғаннан кейін пайда болады. Ер адамның маскасы шешіле бастайды, жаңа отбасы қыспақ көрсете бастайды. Басында қызым дегендер уже мінездерін көрсете бастайды деген сияқты. Еркіндігі азаяды, сол кезде ең қиын шешімдер таңдау керек болады. Сол себепті здесь уже фундамент дұрыс болу керек деп ойлаймын, отбасын құрған кезде. Ол да кішкентай кезінен басталу керек қой, в общем, иә? Ата-ананың берген тәрбиесінен. Иә. Енді кішігірім біздің фильм туралы айтып кетейін. Сіз жаңа сұрадыңыз, мынау негізі шын оқиға ма, шын оқиға емес пе? Біз Қазбек екеуміз сценарист ретінде осы фильмді жазар алдында негізі мынау комедия болатын, дәстүр деген. Ол идеяда бір қызды алып қашады бір жігіт. И ол жігіт алып қашқаннан кейін енді ана қыз ана жігіттің қасына жоламайды. Үйленгеннен кейін қасына жатпайды даже, просто сүйіспейді даже, бетінде бермейді. Дым. Анау ренжиді сосын жігіт. Қалайша, неге біз енді ерлі-зайыпты болып жүрміз ғой, кішкене бір әрекет қылайық деген кезде ана қыз айтады: мен сені жақсы көрмеймін. Сен мені дәстүр бойынша алып қаштың ба, онда дәстүр бойынша ты меня должен заслужить деп. Ертең қыз қуып, қыз қуда мен ұстап не істесең, онда бетін берем, сүйесің дейді. Или там наурызда қазір қазақша күрес болады, менің бауырым қатысады, соны жеңсең, онда сүйсеміз деп. Сондай комедия болып жазып отқан кезде былтыр біз Тенгри Ньюстан, естерінде бар шығар, Түркістан облысында бір жігіт 5 жасар қызды өлтіріп зорлады. Зорлап өлтірді. Сол жаңалықты әшейін оқып атқан кезде біз сол жігіттің делосына кірдік. Ол жігіт 24-те екен, жалпы 24-те екен, 27 ма, әйтеуір жас азамат қой негізі. Сонда білдік, ана 5 жасар қыз, оказывается, оның екінші жертвасы екен. Бірінші жертвасы оның әйелі. Оның әйелі 16 жасында сол енді өзінің күйеуінен, енді ана күйеуі зорлады, короче. И ана қыздың әке-шешесі ұят болмасын деп сол жігітке тұрмысқа берді. Содан бастап біздің комедия басқа жаққа кетіп қалды. Өйткені біздің де ойымызша, әсіресе енді мен айтпай-ақ қоямын, бүкіл Қазақстан аймақтарында осындай проблема бар. Бірақ кейбір аймақтарда бізде ол өте актуалды. Ертең жұрт не дейді, ұят болады деген сөз. Сіздер қалай ойлайсыздар жалпы? Осындай шешімдерде жұрт не дейді және ұят болады деген тұжырым ол дұрыс па негізі? Жұрт не дейді, қандай? Сол бізде ғана бар сияқты сондай. Жұрт не дейді, ұят болады. Сол айтқандай, ол тәрбиеге байланысты ғой. Біздің ата-анамызды оға дейін қалай тәрбиелеген, оның ата-бабалар қалай тәрбиелеген, сол бұрынғы кезден келе жатыр ғой сол бізде.
жұрт не дейді, ел не дейді деген. Бұл менің ойымша ол енді дұрыс емес деп, дұрыс емес әрине. Сені егер біреу зорласа, болды, ят болады, сен соған бар, сен оған ти деген ол әрине дұрыс емес. Енді Құдай сақтасын, өз басыма маған енді аузубиллах енді айтпай қояйын, егер сондай жағдай болса, мысалы басқа семьяларда ата-анасы керісінше қорғау керек баласын, қорғап, қолпаштап, және де мысалы исламда да бар емес па, егер біреуді зорласа, соның әкесі немесе ағасы барып өзінің өшін ала алады. Оның өшін ала алады, и как бы за это ему ничего не будет, как бы. Это и ислами тұрғыда қарағанда даже это разрешено. Негізі баланс болу керек сияқты. Негізі ұят болатын да негізі жақсы жақтары бар ғой, иә. Жақсы жақтары бар, иә. Бірақ бұл жағдайда надандық деп ойлаймын. Надандық өте қатты. Мен миыма сыймайды, қалай сен өз балаңды сен қалай зорлап қойған адамға сен, это ровно так же, как волкам отдать своего ребенка еще раз. Это настолько человеку должно быть важно вот это вот признание, наверное, или статус па, білмеймін, халықтың арасында, елдің туған-туысқандардың, көрші қолаңдардың арасындағы положениясы маңыздырақ та балаңның қорғаудың орнына. Соншалықты надандық, білмеймін, жүректің жоқтығы ма, адамгершіліктің жоқтығы ма, қалай сонда шыдап ары қарай ондай ата-аналар өмір сүретіне мен өзім түсіне алмаймын. Түсінгім ақ келеді, бірақ дегенмен де опять же да, ислами тұрғыдан алған кезде де отбасың сенің бірінші орында, сен еш нәрсеге қарамайсың отбасың үшін. Біз элементарно білмеймін, ол кезде бәлкім сондай қатал заман болған шығар, біздің қазақтар жүрексіз қалды ма екен сол кезде деп ойлайсың да. Қазір Аллаға шүкір көп ата-ана өздерінің балаларын защищать ету үшін бәріне барады, жұлып жеп қояды бір-бірін. Ол жақсы. Әрине оның да бір минустары бар. Өйткені артық кететін жерлер де болады. Да, но опять же да, Алдияр дұрыс айтады, мне кажется, баланс нужен во всем. Ну, страшно. Это очень страшно. Мен вообще қазіргі заманда сондай бар еді, естіген кезде қатты таң қалдым. Это настолько человек необразованный болу керек па, әлде бір соншалықты бір адамгершілік жоқ болу керек, что ты можешь своего ребенка вот так отдать. Статистикада бай көз жүгіртсек, бізде негізі зорлау деген нәрсе көп, иә. Айтылмаған еще қанша бар. Біз мысалы енді қазір түрлі қыздардың өздерінің қоғамдастықтары бар. Қыздардың ғана емес, енді біздің қоғамда қыздарды қорғайтын, зорлық-зомбылықты көрген әйелдерді қорғайтын, мысалы Немалчы.kz дегендер бар. Біз де барынша қолдаймыз ол. Бірақ көрген кезде ана Инстаграмға кейде кірмейсің да, ана страница, өйткені ауырат жүрегі, ана историяларын тыңдаған кезде ше, оның жартысы еще анонимный ғой. Айта алмайды. Өйткені кім қорғай алады мен дегенде жауап жоқ та, анонимно жаза береді. Действительно, это очень страшно, өте қорқынышты ситуация. Енді басқа темаға ауытқиық. Ол бір тақырып бізде, сол енді әйелдің құқықтары дегендей. Негізі феминисткалар риза болу керек біздің фильмге, так что келіңіздер. Келесі тақырып бізде ол сондай, жалпы жаңа ислам деп жатсыздар. Біздің фильмде де имам бар. Постерда да бар ол. Әсет Есжан деген актер сомдаған. Басында біз қорықтық кішкене. Имамды шақырып экзорцизм жасау деген. Ол біздің Қазақстан білмеймін, қабылдай ма деп. Сол үшін имамды шақырдық. Настоящий имам шақырдық. Сөйтіп бүкіл сценарийді оқып көрсеткенбіз. Ол айтты, бауырлар, негізі адамды қорқыту болмайды, негізі. Былай ол дұрыс емес деп. Бірақ бүкіл әлемде христиандық экзорцизмді біледі та, мұсылмандық экзорцизмді білмейді. Сол жағынан бір жағынан жақсы дейді. Білсін, көрсін. Енді сіздерге сұрақ. Сіздер жындарға, жалпы осындай тылсым дүниеге жататын құбылыстарға сенесіздер ме? Әрине, сенем. Естідік, сенем. Көрдік деп айтпай қояйын, бірақ мен мысалы өзімнің достарымнан, жақындарынан естідім көргендердің. Шығарғандар, сол үшін ондай бар дүниені білем. Жалпы исламға жақын адамдар оның бар екенін біледі. Иә. Никому не секрет.
өмірде қандай оқиғалар болды, мысалы жындарға байланысты емес, мүмкін бір сондай бір құбылыстар болған шығар. Чувство, сезім болады. Мен енді тікелей жынды көрдім деп айта алмаймын. Бірақ көбінесе бір жындардың жүретін жерлер бар, сезім болады, денеңде үрей болады, присутствие сезесің, сондай кездер болады. Бір оқиғаларыңыз бар шығар, Сабира? Мен есіме түсті. Айтшы, сен айтшы. Бәрін айтамын. Мен бірақ тоқтамаймын қазір. Тоқтамаңыз. Жоқ, тоқтамаңыз. Мен просто ұзақ айтамын. Мен таудан алып келемін. Бұл просто алыстан келіп айтамын. Иә, мен сондаймын. Қажақтан шәуілдірден келетсіз. Шай ішіп айта беріңіз. Мен мында уже үйреніп қалдым да, кішкене уже расслабилась. И жынға қатысты емес енді. Жаңа тылсым дүние деп жатсыз ғой, оның барына сенем. Мұнда ең фишкасы в том, что өз басымдан өткен. Мен 9-10 жасымда әкем қатты ауырған, онкология болып ауырып, жедел жәрдем алып кетті. Гагаринада онкологиялық больницаға алып кетті. Сосын операция жасады, экстренный операция жасап жатқан. Сосын сол кезде ағам әскерде, Ресейде, әпкем қаланың сыртында, тұрмыста. Біз мама екеуміз жаңағы холодный коридор, больница отырмыз, күтіп, жаңағы операционныйды күтіп отырмыз. Сосын ұзақ уақыт күтіп отырмыз. Мен бәрін түсініп тұрмын, то что все серьезно, то что понимаю, то что папа болеет. Сосын бір мезетте, бір уақыттан кейін врач шығады, Анатолий Сергеевич, әлі есімде, врачтың аты. Шығады да, все деді, его нет деді. И жаңағы истерика, мама жылап жатыр ана жерде, врачтар олар уже үйреншікті ғой, уже перчаткаларын бәрін жинап жатыр уже. А мен ол кезде кішкентаймын. Сосын мен тұрамын да, білмеймін қалай кішкентай махаббат па, бала махаббат па, докторды итерем, медбикелердің бәрін итеріп, есікті ашып, тікелей неге барам, папама барам. Сол кезде папам жатыр, жартылай бітіп жауып қойған, аяғы ашық, табандары ашық тұр. Табан қысалым. Табан қысам да шыңғырам. Папа, неге сен бізді тастадың, неге қайттың? Папа, неге сен кет қалдың деп жылаймын, шыңғырып. Сол мезетте мамам кіреді, мен алып кетем деп. Бірақ мамам да жылап жатыр ана жерде. Енді ойлаңыз, өзінің жолдасы қайтты, мұнда кішкентай қыз бәрін көріп тұр. Сол мезетте мен шыңғырып, тоқтамай жылап жатырмын, ана жақта қарай, мамам нетіп жатыр, истерит етіп жатыр. Сөйтіп жылап жатқан кезде, бір мезетте папам қолы бітеді. Өлген кісі деп айтты бізге, то, что он уже все, уже умер, дейді да. Я даже, это было, когда я была маленькая, я все помню, прям все, до минуты, до секунды все помню, лицо врачей всех помню. И ана жерде вот это вот секундная тишина. Бәрі жаңа әкеме қарайды, типа, что это было деген сияқты. И жаңа не болады ғой, реанимацияда түт деп, сол жаңа түт деп тұрған, қайттан жүріп кетеді, жүрегі сонда. И сосын тұрады, ана врач қарайды да, мамама қарайды да, зовите его дейді, быстрее зовите его дейді. И мама келеді, папам кеудесін ұрады, бекен қайтып кел, біз сені күтеміз, бекен, сен бізді қалай тастап баратсың деп шыңғырады. Мен мұнда аяғын құшақтап шыңғырып жатырмын, кішкентай болып. И сол моменте папам жүрегі қайтан тіріледі. Не дейді? Клиническая смерть дейді ма? Соны не дейді? Сондай болды. И сосын айтады, все, дейді, выводите их, дейді, бізді шығарып тастайды. Мен түсінбеймін, аң-таң не болды? Қалай? Неміз шоковый состояние ғой бәрімізде. Сөйтіп папам қайтан тіріледі, бәрі жақсы болады. Бірнеше уақыттан кейін шығарады больницадан. И шығарып үйге келеді, енді үйде енді туысқандарымыз бәріміз жиналып, енді қуанышты не болып отыр ғой енді, қуанышты момент болып отыр. Сол кезде айтады, мен түс көрдім дейді, білесіңдер ма, мен бір түс көрдім дейді, ана өмірге барып келгендей болдым дейді. Әлі есімде, папам айтады, мен бір ұзын әдемі жол болады дейді да, аспанға қарай. И как будто был замок из облаков. До сих пор помню, как он говорил, розовые такие нежные, небесные цвета и такая лестница такая вот, дорога к небу. Мен сол жаққа бара жатырмын дейді. Прям ұшып, өзім күшті болып бара жатырмын дейді. И алдында не тұр дейді, забор. Забор тұр дейді, сол забор ашылады. И ашылса, алдында атам тұр дейді.
атам тұрады дейді. Мен атамды көріп барайыншы десем бара алмаймын дейді. Сосын ата деп атаға тартылайыншы десем бара алмаймын дейді. Сосын атам ұрсады. Сен неге мына жаққа келдің дейді. Саған әлі ерте, не үшін келдің? Бар, қайт. Ана қызың бар сенің, балаларың бар. Раушанды қалай тастайсың? Қайт ана жаққа дейді. Папа барғам, мен сенімен барам, мен саған барғым келеді, мен сені сағындым деп тартылады. Сол кезде атам тұрады да жоқ қал деп айтады. Қарамайсың ба сен? Астыңа қарасашы дейді. И папам астыма қараса, астында мен аяғын құшақтап аламын. Астында мен аяғын құшақтап жатырмын, имамым жанында аяғында асылып бекен деп жібермей жатырмыз ғой сонда папамызды. Папа бүйтіп қарап тұрады да астыға тұрады да атаға қарайды да жарайды онда деп қолын бүйттім дейді. Сонда у нас пазл собрался сол кезде. То, что ол биткені сонда реанимацияда сөйтіп қолын көтергені ғой сонда деп біз өзіміз енді сөйтіп ойладық. Сөйтіп мен биттім да дейді, сендерге қайтып келдім дейді. Сол сендер мені жібермедіңдер дейді. Соны естіген кезде аң-таң болдық. Сол тылсым дүние, басқа әлем барына сол кезде сендім. Жестко, да. Сол. Кішкене Алыстан келдің ба? Жоқ, жақсы. Жоқ, мен примерно ана дәрігерлердің ана нелерін, эмоцияларын айтамын да. Болды, қайтыс болды ол кісі ана жерде қол көтерілген кезде ана кісілердің эмоцияны айтамын. Не болып кетті. Я мықты. Өзім прям... Сабира, сіз? У меня такой истории нету. Но у меня есть такие моменты. Мен кішкентай кезімде возраст, білмеймін, бір 7-8 жас шығар. Вот всегда ночью біз залда жататынбыз, мама, мен и папа в отъезде постоянно, басқа қалаға жұмысқа кетеді, и мама екеуміз постоянно жататынбыз, и брат. Я каждую ночь видела, что в зал, в комнату заходят дети маленькие. Каждую ночь, один и тот же сценарий. Я прям... Түс емес. Как будто, бывает, наяву как будто, но андай бұлыңғыр болып жатасың. Но ты кәдімгідей голову поднимаешь, что ты видишь маму спит, ты видишь брата спит. И это каждый день повторялось. Каждый день. Я уже каждый день просто лежала и смотрела. Я знала, когда они сейчас уйдут. Я знала, дети. И это 7-8 жас, я маленькая. Я просто в один момент просто я привыкла к этому. Вначале первые 2 дня там страшно, қорқасың, маму позвать не можешь. Просто маму не можешь позвать. Брата тоже не можешь. Просто у тебя паралич болады ғой. И дети маленькие прям шумят. Играется, бір-бірімен күресіп жатыр біреу, кто-то там что-то бір-бірімен ойнап күліп жатыр, смех, детский смех, вот так. 5-6 детей. Это каждый день. И они играются, ойнап болғаннан кейін, пока, и уходили за дверь. А я хочу в туалет в этот момент, и не могу. И күнде түнде ыңырсып жылап отырамын из-за того, что я хочу в туалет, но не могу туда пойти. И маму не могу разбудить. И мама каждый день просыпается, и каждый день говорит, да опять одно и то же ты не можешь меня разбудить. И ой, отсаш мен барам ғой, я ругать тебя не буду, не бойся, разбуди меня. Біз екеуміз бірге туалетке барамыз. Я не могу ей объяснить, что это происходит. Я говорю, я боюсь тебя разбудить деп айтамын. Қорқам, мама, білмеймін неге қорқам. И мама жүр дейді, мама свет жағыңызшы, бірінші свет жағыңызшы деймін. Мама свет жағады, и мы идем в туалет. И так продолжалось, наверное, на протяжении, точно бір жарты жыл болған шығар. И мама уже, она говорит, и мама папе говорит, каждый день она ревет ночью, не будет меня. И каждый день со мной разговаривает, неге оятпайсың, таңертең, неге оятпайсың, что тебя пугает? Типа, разбуди меня, мен сені ұрыспаймын. Если ты хочешь в туалет, разбуди, скажи, мама, я хочу в туалет, и мы с тобой пойдем в туалет. А я не могу его разбудить просто, не могу объяснить, что происходит. Түсіндіре алмаймын, осыны бала думает, что это что-то такое, что невозможно объяснить маме. И это прошло, когда мы переехали в другую квартиру. И все. Мне кажется, мама до сих пор не знает, что со мной такое происходило. Но мама каждый день меня ругала. Да ты уже, да хватит уже ночью плакать. А я уже, в принципе, тұрып оята алатын жағдайдағы баламыз. Совсем кішкентай бала емес, тілі бар, уже сөйлей алатын бала болғандықтан. Такие вот. Ужастиктің басындағы сцена ғой, анау кішкентай бала. Мен де айтып берейін біреу енді. Мен өмірімде енді прям көп емес енді, бірақ бар енді бірнешеуі. Тоже кішкентай кезімде деп айта алмаймын, тоже 8-ші сыныпта оқыған кезде Павлодарда мен Ыбырай Алтынсарин атындағы гимназия интернатта тұрғам. Ол жақта біздің жатақхана болған. Өзіміз
ктл сияқты ғой. Бірақ бізде қыздармен болған, қыздар басқа корпуста, біз басқа корпуста. Сөйтіп 8-ші сыныпта мен тарихтан олимпиадаға дайындаламын. Тарихта олимпиадаға дайындалып, ол кезде уже мен тарих пәнінің мұғалімі Ернұр мұғалім, рахмет сізге үлкен осы жолды көрсеткеніңіз үшін. Ол маған айтты, сен грантқа түсесің, қазірден бастап тарихты кәдімгідей үңіліп оқы деді. Все деді, Ернұр мұғалім, болды деді. 8-ші сыныпта сөйтіп олимпиадаға дайындалып жатқан кезде мен кеш жататын. Өйткені маған конспектировать бәрін, фактілерін бәрін не істеп, ертең мұғалім келеді, оған тапсыру керек дегендей. Менің жататын орным 2-ші этажда болатын, дос балдармен бірге менің сыныптастарым. Ол кезде 7 бала бір бөлмеде жатырмыз. Общага тұратындар түсінеді мен. Сөйтіп сағат түнгі 3-ке дейін сабақ оқып, конспект жазып отырғам учебный корпуста. Учебный корпустан шықтым, жатақханаға бардым, өзім бөлмеме кірем, жатам. Қасымда Ислам деген досым бар, жатым. Бір кез жатырмда, и коридордан, бізде мынандай ұзын коридор болатын, былай комнаталармен. Бір 12 комната шығар бұл. Ана коридордың ортасында мынандай ойнайтын бір бөлме бар да, холл сияқты. Жатырмда, и бір кезде деген дауыс естимін. Коридордан. Мен ойлап қойдым, так, мен жаңа балдармен ойнап отып, бұлай футбол ойнағанбыз балдармен жаңа. Бір 9-10-дарда. Сөйтіп, ана балдардан енді бәрі ойнады, жатақханада тұратындардың бәрі ойнады. Ешкімде ешқандай ситуация болмаған, ешкім әке-шешесі звондаған, ол кезде телефонда бәрімізде емес, ол кезде Nokia тек менде бар шығар, тағы бір 2 дос баламда. Общагада жалпы бір мына этажда максимум 10 Nokia жатыр, болды. Ешкімде басқа телефон жоқ. Қоймайды, короче. Мен как в американских фильмах. Hello? Иә, сондай болып кетті. Мен жатырмын бір кезде. Исламды шақырайын десем, бір кезде досым ғой енді ұйқысын бөліп, ұялып отырмын еще кішкене. Қоймайды ол. Еще причем каждый 5 секунд сайын. Мен еще санаймын, короче, 1, 2, 3, 4, 5. Бір кезде шыдамадым да, Ислам деп. Ислам, что там, не болды дейді. Брат, жүрші туалетке барып деймін ғой. Тасташы, қатынысың ғой, бар өзің дейді ғой. Братан, жүрші, пожалуйста деймін ғой. Боқтап, әйтеуір тыртты. Че там, жүр дейді. Шығамыз да, мен айтамын, жүрші, бірге холлға барып келейікші, братан, бір дауыстар шығатыр. Маша, нал деп жатсың деп. Жүрші деймін. Холлға барамыз екеуміз. Мен қорқып отырмын. Анау алда былай соны келатыр ғой. Мен аның артынан былай тығылып баратырмын. Бір кезде холлға келдік, қарадық, ешкім жоқ. Былай қарадық, коридор таза. Туалетке кірдік, қайттан комнатаға кіреміз де, мен айтамын, Ислам, сен ұйықтамашы, брат, мен бірінші былай қалып кетейінші деймін ғой. Қумаш, анау дейді, бір кезде. Енді андай сонный болып жүрген кезде саған 2-3 минут жетеді ғой, сразу. Ислам сөйтіп ұйықтап қалады да, мен ойланып жатырмын да, бір 20 минуттан кейін. Ёп, твою мать, мен ана жерде жатырмын. Ждал, пока Ислам уснет, да? Мен уже все, мен не болып кетті. Исламды қайттым. Қумаш, нал деп жатсың, анау, но мне удалось сделать так, что Ислам потом не спал. Я его разбудил прям. Сен қуасың ба? Өзі жалғыз барды сосын коридорға. Өзі жалғыз барып, өзі жалғыз бәрін қарап, қайттан жатты қасым. Қумаш, ешкім жоқ. Ұйықтамаш деймін, братан, ұйықтамаш, қазір тыңдайсың. Сөйтіп таңғы 5-ке дейін ұйықтамадық, бірақ дауыс шықпады. Келесі күні мен учебный корпусқа барам. Бізде енді подъем сағат 7:30-дарда, сол сағат 8:30-дарда уже сабақ басталады. Оған дейін біз завтрак ішеміз, столовыйда бар. Завтрак ішем, ұйқы қанбаған, мен әлі шокта жүрмін ол кезде. Сөйтіп уже киініп сыныпқа баратқан кезде біз біздің завуч отыратын кабинеттен өтеміз. И завучтың кабинеттен өтіп жатқан кезде 2 қыз тұрды, жылап жатыр. Ол кезде Күләзи Ғабдуллин деген біздің завуч, ол кісі әлі сол мектепте жұмыс істейді. Не болды сендерге?
ана қыздар қояды, біз кетеміз мына мектептен, кеше түнде біреу жылады коридорда біздің корпуста дейді. Олардың корпустары бізге қарама қарсы. Не болды анау, холға шықтық, тәте, біреу аппақ бір нәрсе холда тұр, жылап дейді ғой. Мен ар жақта исламға барып, ислам, ана қыздар көрді бір нәрсені, қумаш деп. В итоге ешкім сенбеді маған, бірақ я помню это интернатта, біздің гимназия интернатта, наверняка әлі балдар қонады ол кезде. Қазір де сол мектеп бар ғой, менің мектебім ғой. Жігіттер байқаңдар. Қорықпаңдар бірақ. Екінші этажда сағат түнгі 3-те бір нәрсе болып жатыр ар жақта. Сосын 36-шы кабинетте пианино ойнайды, байқаңдар. Сабира, Мадина, рахмет сіздерге. Сіздерге рахмет. Соңында айтарымыз, сіздердің де киноларыңыз борлары жақсы болсын. Құрметті Рахмет. көрермендер, 28 желтоқсаннан бастап біздің Дәстүр атты фильмге бүкіл Қазақстандағы көрермен келіңіздер, көріңіздер, баға беріңіздер. Біз енді Қазақстан кинематографын өзгертеміз деп айта алмаймыз, бірақ тырысамыз. Келіңіздер. Сіздер де келіңіздер. Шақырамыз. Конечно, я Еще спрашивайте. Шақырмасаңдар келіп аламыз.